Сержан қайда? Мәссаған, білмейсіз. Сержанды әлі көрмедік бізде. Қайда екенін жақында, білетін боламыз. Біздің Ақерке деген сол. Ақеркенің бүгін неге ұйқысы қанбаған ба, әлде білмеймін. Бәрі дұрыс па сізде? Үміткер болса жаңалықта болады деп ойлаймын. Қазір үміткерім жоқ. Жалғызсырап жүрсіз. Сіз қанша арақатынаста болғансыз осы уақытқа дейін? 5 жыл арақатынаста. Сіз ұйқыдан келін болғанда қаншада тұрасыз? 4-те? Таңғы 4-те? Енді шілей 4-те тұрмайсыз ғой? Жоқ, 9-10 шығар енді, білмеймін ғой. Негізі келін қаншада тұру керек деп ойлайсыз? Енді ата-енесімен тұрып жатса, ерте тұрған дұрысырақ. Серьезно отношение болған. Бір адаммен, бір қызбен 5 жыл арақатынаста болғансыз. Сол арақатынаста опытым бар деймін. Қанша жастан бастап қызбен, сонда ол қызбен? Ерте деген сіз үшін қанша? Енді 9-дар ғой сол. Күйеуінің жұмысқа кететін уақытына қарай туралап тұра берсе болады ғой. Солай. Білмеймін, мен негізі өмірде эффект болмаса негізі 3-те тұрамын ба? Мәссаған. Тұрған кезде бірақ бүкіл өмірім өтіп кеткендей ощущение. Ал Фортуна, сіздің ойыңызша келін ұйқыдан қаншада тұру керек таңертең? Келін деген енді таңғы 5-6-да тұру керек деген қағида жоқ. Ей, шуламаймыз. Әр үйде әртүрлі ғой. Бала шаға сияқты шебір. Мысалға бір үйде 10-да тұрады, бір үйде 6-да тұрады деген сияқты. Мысалы біздің үйде 10-11-де тұрады ұйқыдан. Келіндер бізбен бірде уақытта тұрады. Қазір сіз 21-десіз, ме, егер қателеспесем? 15 жасымда. Мәссаған, мектеп уақытынан. Бір сыныпта оқығанбыз, бір партада отырғанбыз. Мәссаған. Бірақ енді болмай қалды, Сөйтіп шарияға үміткер болып келіңіздер, қыздар көрдіңіздер ғой, адал, қандай. Түскен келін бақытты деп ойлаймын. Демек сіз алдағы уақытта 10-11-де тұрасыз, әлде қалай? Жоқ, қай үйге келін болып түсем, сол кезде олар мысалы 7-де тұру мүмкін, 8-де тұру мүмкін. Сол үйден тұратын уақытына қарай менде тұрып, шайларын құйып, Солай екен. Ол сізге бір мәселе